Құрметті ата-аналар, осымен біз бас және кіші әріптерді жазуды үйрендік. Сіздер арнайы осы майда сызықты дәптерге жаздық. Бұл не үшін қажет? Бала дәптерге қиғаш жолға жазған уақытта тым үлкен немесе тым кіші қылып жазып қоймас үшін осындай майда тор көзді дәптерге, қиғаш жолды және тор көзді ғой. Осы дәптерге арнайы әріптердің көлемін реттеп үйрену үшін қажет. Бала бұл дәптерге әбден машықтанып жазып болған соң, енді біз уәде еткендей қиғаш жолға жазуды бастаймыз. Бұл жерге мен әріптерді емес, сіздерге сөйлем, мәтіндерді жазып көрсететін боламын. Бастапқыда жазған әріптерді де осы қиғаш жолға көшіріп жазып берсеңіз болады. Тура сол тәсілмен осы қиғаш жолға да жазуға болады.